Натрий оксиді натрий иондары мен оксид иондарынан тұрады. Егер натрий оксидінің кристаллын суға салса, әрдайым қозғалыстағы су молекулалары кристалдық тордан иондарды суырып шығара бастайды. Оксид иондар сумен лезде әрекеттесіп, гидроксид аниондарға айналады. Алынған ертіндіде су молекулалары натрий катиондары мен гидроксид аниондары болады. Натрий оксиді сумен әрекеттесіп, натрий гидроксиді түзіледі. Дегенмен сумен әрекеттеспейтін көптеген металл оксидтері де бар. Егер біз ауыр металл оксидтерін, мысалы мыс 2 оксидін немесе темір 3 оксидін суға салсақ, реакцияның ешқандай белгілері білінбейді. 2 оксидте су бар ыдыстың түбінде өзгеріссіз қалады. Сұйылтылған күкірт қышқылына аз мөлшердегі мыс 2 оксидін қосып, қоспаны қыздырсақ, шамалдан кейін ертіндінің көк түске бояла бастағанын көреміз. Қара түсті мыс 2 оксиді күкірт қышқылымен әрекеттескенде оңай еритін тұз, мыс сульфаты түзіледі. Енді қалған мыс оксидін фильтрлеп, ертіндіні буландырғанда әдемі көк кристалдар түріндегі реакция өнімін аламыз. Келесі тәжірибені жүргізейік. Алдымен біз сұйылтылған тұз қышқылына индикатор қосамыз. Индикатор қышқылдығы ертіндіде қызыл түске боялады. Содан соң ұнтақ тәрізді магний оксидін мөлшерлеп қосамыз. Белгілі бір уақыттан соң индикатор ашық күлгін болып кетеді. Бұл барлық қышқыл магний оксидімен бейтараптанғанын білдіреді. Реакция нәтижесінде тұз, магний хлориді және су түзіледі. Қышқыл мен тұз түзе әрекеттесетін оксидтер негіздік оксидтер деп аталады. Металл оксидтерінің көбісі негіздік оксид болып табылады. Негіздік оксидтердің басым бөлігі металл оксидтері. Негіздік қасиет, яғни қышқылдарды бейтараптандыру қабілетін көрсететін оксидтердің мысалына мыналар жатады. Магний оксиді, темір 3 оксиді, мыс 2 оксиді және никель оксиді. Негіздік оксидтер негіздермен әрекеттеспейді. Сумен сілтілік ертінді түзе әрекеттесетін оксидтер, мысалы натрий оксиді, калий оксиді және кальций оксиді де негіздік оксидтерге жатады. Егер көмір қышқыл газын натрий гидроксидінің ертіндісіне қосатын болса, фенолфталиннің бояуы алқызыл түстен біртіндеп түссізге дейін өзгереді. Фенолфталиннің түссізденуі натрий гидроксидінің толығымен реакцияға түсіп болғанын білдіреді. Негіз көмір қышқыл газбен бейтараптандырылады. Бейтараптану реакциясының өнімдері су және тұз натрий карбонаты. Натрий гидроксиді ертіндісінің біраз мөлшерін кішкене колбаға құйып, оған бірнеше тамшы фенолфталин қосамыз. Содан соң шыны түтікшені ертіндіге салып, көмір қышқыл газын жібереміз. Біз ертінді түсінің өзгергенін бақылаймыз. Жанып тұрған натрийдің кішкене бөлшегін қолбаға салайық. Қарқынды реакция жүретінін көреміз. Натрий оттегімен әрекеттесіп, натрий оксидін немесе натрий пероксидін түзеді.
Күкірт оттегінде жанғанда газ күйіндегі күкірт диоксиді пайда болады. Оксидтердің түзілу процесі әрдайым тез жүре бермейді. Ауаның не судың әсеріне тап болған темір шегені бірнеше күн ішінде негізінен темір 3 оксидінен тұратын тат басып кетеді.